Сау. Әр қайсымыз бір гүлден отырғызсақ, мына шөл даланы жедеміз. Әй, балақайлар, не істеп жатсыңдар? Гүл егіп жатырмыз. Ай, бұларың бекер ғой. Мына жер шөл. Бұл жерден ештеңе өсіп шықпайды. Дұрыстап қарасам өседі ғой. Көрейік. Айттым ғой. Жүрейді, мен де кеттім. Мансап емес ғылымды дамытуды мақсат еткен Сейфулла Абдраимов қызмет жолын шөлейтті жерлерді зерттеумен бастады. Тәуелсіздік жылдар аралығында ғалымның сұрыптау әдісімен алғаш рет изеннің, теріскеннің, күйреуіктің, сексеуілдің көптеген сорттары шығарылды. Сейфулла Абдраимовтың тәуелсіз Қазақстанның агро саласына қосқан еңбектері бүгінде өз құндылықтарын жоғалтқан емес.